ғаламторда отырып уақыт өткізуге болмайды. Адам уақытын өз денсаулығын күтуге, рухани жан дүниесін байытуға арнау керек. Уақытты босқа өткізу ең ауыр өкініш. Кейін өкініп қалуы мүмкін. Өйткені уақытты қайтару мүмкін емес. Қазір өмірді ғаламторсыз елестету қиын. Ғаламтордың пайдасы өте көп. Үйде отырып, ғаламтор арқылы төлеуге болады. Әрине, бұл сөзіммен келісемін. Пайдалы тұстары сан алуан. Дегенмен, зиянды жағын да ескеру керек. Қаншама жасөспірім және біз оған ойынға кіріп кетіп, өзіміздің шаруаларымызды тыңдырып алмаймыз. Видеодан сосын соны шынайы өмірде істеп көрдім, бірақ ол мифтар дұрыс емес болып шықты да мен компьютерімді сындырдым. Яғни сен TikTok туралы айта бара. TikTok видео. Видео көреміз, жақсы, тағы. TikTok'un пайдасы. Подписаться. А? Подписаться. Подписаться етесің, жақсы, тағы. Лайк қойсын, жақсы. Енді видео салу сообществолар бар, яғни түрлі видео, немесе фильм көру керек болады, телеграмда. Ал YouTube ол кез-келген сабақ бәрі. Көз, шаш, құлақ, ауыз. Ал енді балалар, билет, 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 билет. Қол, аяқ.